Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Қазір дастарханның сәнін келтіріп жүрген осындай хит болып жатқан әсіптің рецептімен сіздерге де бөлісемін. Өте керемет шығады. Толықтай видеоны қараңыздар. Сіздер де көріп жасап көрсеңіздер болады. Сулы, дәмді болып шығады. Бізге ол үшін осындай қойдың комплектісі қажет болады. Бауыр, өкпе, жүрек. Жақсылап тазалап аламыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Майдаланыңқырап турап еттарқыштан өткізіп алатын боламыз. Мясорубкамыздан өткізіп аламыз. Чеснок қосып жіберсеңіздер тіпті жақсы болады. Мясорубкадан өтсе, мен ұмытып кетіппін, сондықтан теркіден өткізе салдым. Чеснокта әдемі дәм береді. Бәрін осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді дәміне қарай көз мөлшермен салып жатырмын. Бәрін тұзын, қара бұрыш, кез келген приправа өздеріңізге ұнайтын міндетті түрде, бірақ паприка, тәтті бұрыш салыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Осындай зіра, пиязын ұсақтаңқырап тураңыздар. Күріш салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұлғап чеснокты мен осылай теркіден өткізе салдым. Күрішін аздау қосыңыздар, менде сәл көп болып кетіпті. Аз болғаны жақсы негізі. Осылай жақсылап араластырып, үстінен бір стакандай су құятын боламыз. Күріш өткені суды талап етеді. Сондықтан сұйықтау етіңіздер. Соған қарай тұзын салыңыздар. Міндетті түрде су құйғандықтан тұз көптеу салғандарыңыз дұрыс. Осындай баклажканы кесіп алып, ішекті байлаңыздар, осылай тығып алып. Өйткені қолмен әрі-бері жасап көргем, сырғанап түсіп кете берді. Жіппен байлап қойсаңыздар өте ыңғайлы болады. Түспейді. Қалай салсаңыздар да түспей жақсы тұрады. Сиырдың аш ішегі жақсылап жуып алыңыздар, міндетті түрде. Тұзбен, содамен, немесе лимонный кислотамен жуып алыңыздар қайта-қайта. Сонда иіс қалмайды. Мен солай тазалап, жақсылап жуып алдым. Жаймен жылжытыңыздар, жыртылып кетпесін, қыспай, ақырындап жылжытып отырыңыздар. Сұйық болғандықтан тез жылжиды. Өйткені сұйықтау болса, осылай жақсылап, ақырындап отырып жылжыта беріңіздер. 2 метр ішекке жасадым. Осының бәрі кетеді қазір тура осы 2 метр ішекке. Енді байлайтын боламыз. Біз қатты тығыздап салмаймыз. Өйткені күріш болғандықтан ол пісет, ісінет, сондықтан бос етіп салатын боламыз. Епке келсе, осыдан да бостау етіп сала беріңіздер. Кез келген жерінен осылай жіппен байласаңыздар болады. Сәл кішірек болсын. Ісінгендіктен сәл кішірек болып қалады. Осылай бос-бос етіп байлайтын боламыз. Енді қазанымызға саламыз. 1,5-2 сағаттай уақытта пісіріп алатын боламыз. Ауа қалып кетеді. Соны қараңыздар мұқият. Егер ауа қалып кетсе, иненің көмегімен жағын тесіп алыңыздар. Енді толтырып, суымызды құйып газге қоятын боламыз. Міндетті түрде тұзын салып, қайнаған соң көбігін алатын боламыз. Көбігін алған соң осындай лабыр жапырақтары дейді. Соны да салыңыздар. Осындай жапырақтарды салсаңыздар, ешқандай иіс шықпайды, ішектің иіс шықпайды мүлде. Сосын осылай суыған соң алатын боламыз. Міндетті түрде суымай тұрып алмаңыздар.
Мен бір күнге қойып қоям, түнде пісірсем, таңертең бірақ алдым суып, өзінің осындай суына жақсылап сыртын жуып алыңыздар. Сәл ағарады, осылай жылтыратып жуып аламыз. Ақырындап кесіп аламыз. Міне біздің осындай әсіптеріміз әдемі, кішкентай ғана болып шығады. Енді тапамызға аздап қана сұйық май құйып, екі шетін, екі жағын, яғни сәл қызартып аламыз. Сәнді болып тұрады ол да. Арнайы тапаларыңыз болса да, сол өте әдемі көрініп тұрады. Осылай пісіріп аламыз. Бұл мұздай болып қалғандықтан, сәл ысытып жіберіп жесеңіздер, өте дәмді, сулы, майлы болып шығады. Өйткені сәл майлы фаршты қосқан жақсы, өте дәмі керемет болып шығады. Егер осылай жасап сатам десеңіздер де болады, заказ алып. Болмаса қонақ келгенде қазір неше түрлі жасап жатыр. Әсіп, домашний колбаса, солардың бәрін қойып осылай жасасаңыздар, дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Осындай менде керемет әсіп шықты. Сіздерде осылай жасап көруге кеңес беремін. Мені қолдап, каналыма жазылып кетіңіздер. Ас болсын, рахмет.